Қайырлы кеш, әріптестер, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бүгін кейіпкерлерді сөйлету видеосын жасап көрсететін боламын. Сол сабақты үйретемін. Менімен бірге болыңыздар. Құрметті әріптестер, сіздерді математиктер Мына сияқты. Құрметті әріптестер, сіздерді Промптқа байланысты, иә? Құрметті әріптестер, Тәлімет мектебінің информатика пәні мұғалімі Садирова Назира Касымханқызының жетістіктер галереясына қош келдіңіздер. Галереяны тамашалау барысында ұялы телефонды дыбыссыз режимге қойып көңіл бөліп тыңдауларыңызды сұраймыз. Әріптестер, ендеше олай болса бастайық. Біз чат хаб деген жасанды интеллектке кіреміз. Осы видеоның астына әр жасанды интеллекттің ссылкасын тастап кететін боламын. Ол үшін чат хаб деген кіреміз. Генератор изображение. Осының ішінде мына жерге біз суреттің орнына өзіміздің фотомызды салатын боламыз. Мен деген фотоға барайын, міне. Алдым, иә. Енді осыны жаздық. Информатика пәні мұғалімі стилінде жасап берші дедім. Фотодағы түрім өзгермесін дедім. Қолымдағы қағаз, перья, столды алып тастайды, өйткені тойда түскен болатынмын. Қолымда қаламсап кітап болсын дедім. Кітап болсын, иә. Кітап болсын. Заманауи оқу сыныбы. Мысалы, фонда міне интерактивті тақта, голограмма, роботтар, партада оқушылар отыр дедім, иә. Бағанағы жазған промпт бойынша фотография мынандай болып шықты. Мынаны көрейік қазір сіздермен бірге. Генерироватты бастық. Күтеміз. Так, әріптестер генерировать етті, көрейік, иә. Міне, мына фото маған ұнады. Жақыннан. Міне, әдемі, иә. Енді бұл фотоны біз қазір өзімізге сақтап алу керекпіз, иә. Оң жағын басамыз. Сохранить картинку как. Рабочий столға өзіміз бір папка создавать етіп алайық, әріптестер. Мысалы, кейіпкер салайық, иә. Кейіпкер 30 дей салайын. Өйткені менде басқа папкалар бар, иә. Кейіпкер 30 дедім. Осының ішінде, мысалы, 30 деп сақтай салайын. PNG емес, тип файлы, все файлы деп аласыздар. Сохранить дейміз. Болды, алдық, иә. Енді бұл жасаған фотомыз негізі оригиналы басқа тойда түскен фото болатын, иә. Сіздермен бірге міне чат хабта жасап шықты, қадема қылып тұрып жасап берді. Енді осыны ары қарай дауыс жасау керекпіз. Ол үшін біз ChatGPT-ға барамыз. ChatGPT-ден сұраймыз, иә. Мысалы, қандай апталық керек? Информатика пәнінің мұғалімі. Мысалы, мен информатика пәнінің мұғалімі болғандықтан өзіме информатика пәні апталығына шақырту. Креативті қысқаша шақырту мәтінін дайындап бер дедім, иә. Ал көрейік қане. Креативті дедік. Қандай дайындап береді екен? ChatGPT-ден сұрай саламыз дедік, иә. Өзімізде құрауымызға болады. Бірақ ChatGPT өзінің версиясын айтады, соны жөндеп алуымызға болады қазір. Күтеміз. Креатив пен технология тоғысқан қызықты апталық басталады. Сізді цифрлық әлемнің жаңа мүмкіндіктерін ашуға шақырамыз дейді. Так, жазамыз ендеше. Аламыз, иә, осыны. Копировать етіп аламыз да. Енді біз поисковикке жазамыз. Текст в аудио деп тұр ғой. Осыған бара салайық. Мен көбінде поисковиктен ала саламын да, қараймын. Сіздер мына жердегі озвучка текста на казахском деген алуларыңызға болады. Менде кредит бітіп қалды. Мен күнделікті неше жұмыс жасағандықтан на ракет алуыңызға болады. Мен қазір мына біреумен бірінші тұрған сайтпен жасап көрейін. Так.
мына жерге жаңағы ChatGPT-ден алған текстімізді аламыз. Креатив пен технология, информатика апталығына шақыру. Мына жерде кішкене өзгертіп жіберуімізге де болады. Информатика апталығына шақырамыз. Осы мәтінді біз қазақша, міне қазақ деген тауып аламыз да жерде не? Менде шығып тұр, өйткені мен бағана кіргізген болатынмын. Қазақша дегенді міне таптық. Айгүл, мына ішінде ер адам болса Дәулетті аламыз, әйел адам болса женский Айгүлді аламыз. Генерир голос дейміз, я? Міне. Даусымыз жасалынды. Бұл дауысты біз апарамыз да кейіпкер 30 деген папка аштық қой, бағана соны саламыз. Енді ары қарай бұл кейіпкерді сөйлету керекпіз, фотоны сөйлету үшін біз Хедра деген сайтқа бару керекпіз. Хедра деген сайтқа бармас бұрын біз VPN скачивать ету керекпіз. VPN браузер скачать бесплатно деп жазасыздар. Осының ішінде міне VPN скачивать етесіздер. Сіздерге ссылкасын қалдыратын боламын. Менде уже скачанный, уже установленный бар. США деп қоясыздар міндетті түрде. Одан кейін мне включить салып тұр, да работает деп, включить деп мен сап қояйын. Защита включена дейді. VPN-ді қостым. Енді Хедра деген сайтқа барамын. Осының ішінде Хедра деген сайтта қазір қараймыз, кредитім бітіп қалды ма? Мен күнделікті неше видео жасағандықтан кредитім бітіп қалуы мүмкін. Қазір сіздермен бірге тексеретін боламыз. Характер деген жерге так, бағанағы 30, кейіпкер 30 дедік, я біз? Кейіпкер 30, сіздермен бірге ашқан. Міне кейіпкер 30, осының ішінде пользовательский дегенді ашамыз, все файлы дейміз. Осы 30-ды ашамыз, открыть. Міне суретіміз алынды. Енді аудиомызды жазу керек боламыз. Аудиомызды салдық, міне. Құрметті әріптестер. Так, генерировать дейміз. Осындай шығатын болса, яғни менің кредитім бітіп қалды деген сөз. Кредит 0 деп тұр. Сондықтан мен күнделікті сол берген кредитті ертеңіне дейін обновлять еткенге дейін күтіп отырмай, мен басқа уақытша аккаунтпен кіруді үйрететін болам сіздерге. Ол үшін мына жерде астыңғы жағына қарай барасыздар. Астыңғы жағында мен аккаунт белгісі тұр ғой, соған барасыздар да шығу дейсіздер. Шығу деп басамыз. Шығып кетеміз. Одан кейін временный сайт беретін временный email беретін сайтқа кіреміз. Ол бізде нулста деп аталады. Нулстаға барамыз. Кез келген жасанды интеллектпен, сайтпен жұмыс жасап атқан кезде кредиттарыңыз бітіп қалса, күтіп отырудың қажет жоқ. Осы нулста edu-email деген сайтқа барып, временный emailді алып, сол арқылы да кіре берулеріңізге болады. Өте тиімді әдіс. Күтіп отырмаймыз. Так, удалить бағана алған болатынбыз. Копировать етіп аламыз. Міне осыны копировать. Жаңағы Хедраға барамыз. Хедраға барамыз да кіру дейміз. Кіреміз. Кірген кезде осы временный email арқылы кіріп кетеміз де қазір жұмысымды бітіріп аламыз. Электронный почта деген жерге копировать еткен жаңағы временный электронный почтаны саламыз. Продолжить. Создайте пароль дейді, кез келген бір пароль жасап саламыз. Ағылшын әріптермен болсын, үлкен әріп, кішкентай әріп, цифра болсын. Так, продолжить дейміз. Так. Продолжить с кодом дейсіздер, міндетті түрде. Өйткені код келу керек. Так, мына жаққа жаңағы временный email берген сайт бізге уже код берді. Астыңғы жағынан кодты ашамыз.
сол кодты хедраға кіргізетін боламыз. Сонда біз жаңа міне код берді, копировать. Жаңағы хедраға барамыз, өзіміздің жасап отырған сайт, жасап отырған міне оң жағын басып ставить дейміз, е. Лимит кредитіміз бітіп қалса, платный версиясына кірудің қажеті жоқ. Осылай временный сайт ашып алып, қайтадан жұмысымызды жасай беруімізге болады. Келісемін бәрмен. Так, характер деген жерге бағанағы upload бағана рабочий столда біз кейіпкер 30 деп сақтаған болатынбыз. Осының ішіндегі пользовательскийдан все файлы деп ашамыз, 30 дейміз, е. Фотомыз сабаламыз. Міне фотомыз салып алдық. Енді мына жерге аудиомызды саламыз. Салдық, не, е? Құрметті әріптестер, информатика апталығына шақырамыз. Енді мына жерге промпт жазу керек біз әріптестер. Тікелей қарап тұрған деп ағылшынша жазу керек. Мысалы, тікелей қарап сөйлеп тұр дейміз. Сөйлеп тұр. Осыны ағылшынша жазып бер дейміз. Ағылшынға аудар. Тікелей қарап тұрмаса, жан жағына қарап тұрса, жасанды интеллект ауыстырып жібереді. Реалистік дейміз бе немесе? Реалистік түрде дейміз бе неме дейміз? Көреміз қазір. Мына жердегі, мысалы, мына жерде тұрғанды бассақ, ол өздері кез келген промпт айтады. Бұл промптпен білмейміз ғой, қаншалықты шығады. Сондықтан да промптты өздеріңіз жазғаныздарыңыз дұрыс. Жан жаққа қатты қарап сөйлейтін болса, сәтсіз шығады. Міне, мынаны көрейік енді. Осы промптпен жасап көрейік. Ағылшынға аударып бер дедім. Бұл тек қана ағылшынша. Мынаны өзінің промптын алып тастап, өзіміздің промпт қоямыз. Генерировать дейміз. Кетті, если осындай шықса, ары қарай жұмыс жүріп кетті деген сөз. Күтеміз. Интернеттеріңіздің сапасына байланысты жасап береді. Так, әріптестер, міне болды. Енді астыға қарап тұрған ссылканы басамыз. Download дейміз. Соны сақтап аламыз. Кетті. Да, қазір өзімізге салып аламыз, сіздерге көрсететін боламын. Құрметті әріптестер, информатика апталығына шақырамыз. Креатив пен технология тоғысқан Так. Құрметті әріптестер, информатика апталығына шақырамыз. Креатив пен технология тоғысқан қызықты апталық басталады. Сізді цифрлық әлемнің жаңа мүмкіндіктерін ашуға шақырамыз. Интерактивті ойындар, робототехника және коддау, креативті жобалар мен цифрлық сайыстар,
Уақытыңызды тиімді өткізіңіз, ақпараттық технологиялар әлеміне бірге енейік. Әріптестер, бірге бір қайталап жасауларыңызға болады. Сау болыңыздар.